Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз қазір біздің үйде мынандай тапшан бар екенін білесіздер. Үйде кухняда. Сол тапшанның үстін мынандай губка деп айтсақ екен, осы губка сияқты жұмсақ отырған кезде жайлы болу үшін жұмсақ нәрсемен бетін жауып тастайық деп жатырмыз. Ол үшін арнайы барып барахолкадан мынаның біреуін 4,5 мың теңгеден сатып алып, бетіне екеуін қойдық, арта жақтарын қазір кесеміз. Сосын барып ана арғы шеттеріне жетпей қалған жерлері бар, соған жамап келтіреміз. Сосын бұның бетін немен жауып тастайтынбыз, жаңағындай кожзамен жауып тастайын деп жатырмыз. Сол процессті қазір бұйырса сіздерге осы жерге түсіріп көрсететін боламыз. Алла сізге береке берсін. Ассалаумағалейкум. Видеоны толық тамашаламас бұрын мен каналыма тіркеліп, лайк бас, астына өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, Достар, біз өздеріңіз қазір тамашалағандай бетіндегі парабон сияқты жұмсақ матаны кесіп пішініне дайындадық. Қараңыздар, көрдіңіздер ғой, пішініне қаптадық. Енді мына үйдегі қалған құтқан жайнамаздарды білесіздер. Жайнамаздардан қалған құтқан ондай кожзамдар болған. Эко-кожасы бар, ішінде кожзам бар, аралас дермантині бар. Солар қалған құтқан мәселелердің барлығынан үстіп біріктіріп, құрақ сияқты әзірлеп шықты. Соны қазір бетіне қаптап, ана құрылысқа арналған арнайы степлер бар. Сол степлермен ат тастайын деп отырмыз. Тамашалаймыз. Құрметті достар, 2 сағат уақытымыз кетті. Мынасын парабонмен жаптық қой. Енді бетін жаңағы кожзам үйдегі қалған нәрселермен істеп, арнайы сатып алып сіз әрине жақсырақ болады. Бірақ та біз үйдегі бар нәрсемен, барымызбен базар болып, қызымыз бар, сіздерде бар болғаны бұл үшін жаңағы 4,5 мың теңгеден 2 губка аласыздар. Егер де қосымша алатын болсаңыздар, примерно мынандай дермантиндер 10,5 теңгеден басталады базарда. Сосын мынандай кәдімгі механический 3,5 мың теңге тұратын степлер аласыздар. Оқтарымен где-то 4 мың теңгеге кетеді. Мен 2 мың оқ алдым, шамамен 200-300 оқпен мана айналдыра ұрып шықтық астының барлығы. Енді дайын, мінекей жұмсақ, ыңғайлы. Үстіне бір тамақтың нелері қалса да сыпырып тастауға, сүртіп тастауға жеңіл. Бұлай да мен қазір ойлап отырмын, егер де астыңғы ағашын жасап алсам, мынандай қылып үйде төсек істеп қоюға да болады екен. Себебі мына біріншіден жаққанға өте ыңғайлы, жұмсақ, астындағы матрастары борцовский матрастар ғой. Солай достар, көз құрғақ қол батыр, бастысы істеп көруден қорықпау керек. Алланың қалауымен бисмилля деп бастасаңыз, әр ісіңізде Алланың берекесі болатынын ұмытпаңыз. Ассалаумағалейкум.